Бүгінгі видеода қанттан адам бас тартса не болады, адам ағзасында қандай өзгеріс болады, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Біздің рационымыздағы, яғни тамағымыздағы тәттінің шамадан тыс мөлшері артық салмаққа әкеліп қана қоймайды, сонымен қатар зат алмасуының қалыпты жұмысын бұзады екен. Қант диабеті мен басқа да ауыр аурулардың қаупін арттырады. Қанттан бас тарту салауатты өмір салты мен дұрыс тамақтанудың алғашқы қадамы. Неліктен біз тәттіні қалаймыз? Тәттілерді жеуге деген ұмтылыстың басты себебі диетадағы көмірсулардың болмауы, дұрыс тамақтанбау, қатаң диета, нашар тамақтану, сондай-ақ салмақ жоғалтуға деген ұмтылыс. Неліктен тәттіден бас тарту керек? Қант ағзаға есірткі сияқты әсер етеді. Мида тәттілерді жеген кезде дәл сол орталықтар кокаинді қабылдаған кезіндегідей іске қосылатыны дәлелденді. Тағы бір жағымсыз жаңалық, қантқа тәуелділік нашақорлыққа қарағанда бірнеше күн бұрын басталады. Әрине, қанттан толығымен бас тарту мүмкін емес. Қант көптеген пайдалы тағамдарда кездеседі. Жемістерде, жидектерде, тіпті көкөністерде. Сонымен қатар ағзаға қант дұрыс және қалыпты мөлшерде қажет. Қанттан бас тартқанда ағзамызда не болады? Көңіл-күй тұрақтанады, суық тию жағдайлары азаяды және аллергия, астма сияқты аурулардың көріністері азаяды. Артық салмақ азаяды. Қант тек кондитерлік өнімдер мен десерттерде ғана емес, сонымен қатар тұздықтарда, маринадтарда, жартылай фабрикаттарда, таңғы аста, көптеген майсыз өнімдерде, ашытылған сүт өнімдерінде, оралған шырындарда, газдалған сусындарда және алкогольде болады. Кәмпиттерден бас тарту арқылы сіз көкөністер мен шөптерді көп мөлшерде тұтынуды бастайсыз. Қоректік заттардың жеткілікті мөлшерінің арқасында сіз энергияның толқынуын сезінесіз. Нәтижесінде сіз салмақ жоғалта бастайсыз. Себебі денеде қосымша килограммға айналатын артық қант болмайды. Тістер сау болады, ал тыныс алу балғын болады. Тәтті тістерге зиян тигізеді, ол тіс эмалін бұзады. Сонымен қатар кәмпиттерді үнемі жеу тістің механикалық зақымдалуына әкеледі. Ауыздан шығатын иіске әсер ететін бактериялар қантпен қоректенеді. Ұйқы жақсарады. Ұйықтар алдында тәттілерді қабылдамау оның сапасына тез әсер етеді. Сіз ұйқының тыныш болғанын сезесіз. Бұл ұйқы алдында тәтті тағамды жеу стресс гормондарының қосымша шығарылуына әкеледі. Ұйықтар алдында жеуге болмайды екен. Қант антидепрессант емес, керісінше ол кортизол, стресс гормонын өндіруді бастайды екен. Тері тазарады. 2 апта қант қолданбасаңыз, яғни қантты жемесеңіз, сіз терінің тегіс болып безеу сияқты көріністер болмайтынын байқайсыз. Айтпақшы, тек бет терісі ғана емес, дененің басқа бөліктерінде де қабыну көзі болып табылады. Американдық ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, тәтті газдалған сусындардан бас тарту безеудің 87%-ын төмендетеді екен. Есте сақтау жақсарады. Бала кезінен біз тәттіні миды нәрлендіретінін естідік, сондықтан бақылау немесе емтихан алдында біз шоколад батончигін жеуге тырыстық. Алайда басқа да жағы да бар. Артық қант ми жасушалары мен оқу қабілеті арасындағы байланысты бұзатынын дәлелдеді. Қанттан бас тарту бұл дене үшін стресс. Сондықтан да бірден қантты жемей қойып кетпей, аз-аздан бастайсыз. Бастапқы бірінші апталарында, яғни қанттан бас тартып жүргенде сізде бас ауруы болуы мүмкін, ыңғайсыздыққа тап болуыңыз мүмкін. Екінші аптада жанама әсерлер азаяды. Үшінші аптада тіптен жақсы өзіңізді сезінетін боласыз. Жақсы өзгерістер байқалады. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Поделицаны басып, басқа адамдарда пайдалы ақпараттарды біліп жүрсін. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазақ елі аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.